Бүгін Тараз қалалық мәслихатының кезекті 13-ші сессиясы өтті. Жиында қандай мәселе қозғалды? Шаһарды нендей өзгерістер күтіп тұр? Толығырақ тілшілер қатыссын. Есепте шешілмеген мәселелердің көптігі сөз болды. Қалаға кіретін бірақ шалғай аймақтардағы қоғамдық көлік, ауыз су, жарық мәселелері әлі де өзекті. Сондай-ақ атауы мағынасыз көшелерге Алаш қайраткерлерінің есімдерін беру жайы қозғалды. Серік Жетібаев мырзаның Асқаров көшесіндегі сыртта орналасқан элеваторлық тораптарды жертөлеге ауыстыру мәселесі, Ирина Костина ханымның Қаратау шағын ауданында ауласында заңсыз құрылысты бұзу туралы сауалдары орындалды. Енді көп сауалдар биылға өтпелі болып отыр. Оны өздеріңізбен ақылдасып біз кіргізген болатынбыз. Өткен жылы белсенді мәжіліс депутаттарынан көшені жарықтандыру, жолдарды жөндеу сынды 56 ұсыныс түскенді. Бүгін өткен сессияда шаһар басшысы атқарылған істерлегімен 2022-ге қалған тірліктерді тізді. Берілген уәденің 7-і орындалып, 12-сі 2022-ның еншісіне қалыпты. Ақкенже Асанқызы, Нұртай Ыбырай, Альбина Оспанова, Аймақ.